Мен әлі күнге дейін сол күнді ұмыта алмаймын. Бәрі бір күнде болды, бір сәтте. Мен ол үйге келін болып түскеніме 3 жыл болған. Осы уақыт ішінде қанша нәрсеге шыдадым. Енемнің ауыр сөздері, күйеуімнің үнсіздігі, өзімді жалғыз сезіну. Бірақ соған қарамастан мен бәрін сақтап қалғым келді. Отбасымды. Себебі мен күйеуімді шын жақсы көрдім. Бірақ сол күні бәрі бітті. Таңертең бәрі әдеттегідей басталды. Мен ерте тұрып үйдің тірлігін істеп жүрдім. Ас дайындадым, үй жинадым. Енем ас үйге кірді. Маған біртүрлі қарап тұрды. Сосын, сен қашанға дейін осылай жүресің деді. Мен түсінбедім. Қалай дедім. Ол ашуланып, осы үйде артық адам сияқты жүресің деді. Сол сәтте жүрегім шым ете қалды. Мен үндемей қалдым. Күйеуім сол жерде отыр еді. Мен оған қарадым. Бірақ ол көзін алып қашты. Сол кезде енем сөзін жалғастырды. Баламның өмірін құртып біттің деді. Мен шыдай алмадым. Мен естедім дедім. Даусым дірілдеп шықты. Ал ол болса, сенен пайда жоқ. Тамақта дұрыс істей алмайсың. Бақытта әкеле алмадың деді. Сол сөздер жүрегімді тіліп кетті. Мен күйеуіме қарадым да, сенде солай ойлайсың ба дедім. Ол тағы да үндемеді. Сол үнсіздік мен үшін ең ауыр жауап болды. Сосын енем бір сөз айтты. Мен оны ешқашан ұмытпаймын. Жинал да кет бұл үйден деді. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Мен сенбедім. Сіз шынымен айтып тұрсыз ба дедім. Ал ол, иә, бұл үйде саған орын жоқ деді. Мен күйеуіме қарадым. Соңғы рет ол не айтар екен деп. Бірақ ол үндемей отырды. Сол кезде мен бәрін түсіндім. Мен бұл үйде жалғызбын. Мен үнсіз бөлмеге кірдім. Киімдерімді жинай бастадым. Қолым дірілдеп тұрды. Көзімнен жас тоқтамады. Бірақ ешкім келіп тоқтатпады. Ешкім. Мен есіктен шыққанда ешкім мені тоқтатпады. Сол сәт мен үшін бәрі бітті. Мен көшеде жалғыз тұрдым. Қайда барарымды білмедім. Ішім бос сияқты. Бірақ ауыр, өте ауыр. Сол күні құрбымның үйіне бардым. Ол мені көріп шок болды. Бәрін айтып бердім. Ол тек, сен бұған шыдап қалай жүрдің деді. Менде жауап болмады. Мүмкін махаббат үшін. Бірінші күн өтті, екінші күн өтті. Күйеуімнен хабар болмады. Бір ретте. Сол кезде ішімде бір нәрсе үзілді. Мен енді қайтпайтынымды түсіндім. Бірақ үшінші күні бәрі өзгерді. Кешкі уақытта телефон шырылдады. Белгісіз номер. Мен көтердім. Даусын естігенде жүрегім тоқтап қала жаздады. Бұл енем еді. Бірақ оның даусы мүлде басқа. Қатты емес, жұмсақ. Келін деді. Мен үндемедім. Кешір деді. Мен шок болдым, сенбедім. Бұл сол адам ба? Ол жалғастырды. Мен қателестім, мен ашумен айттым. Қайтып кел деді. Сол сәтте менің ішімде бәрі араласып кетті. Ашу, реніш, сағыныш. Мен не айтарымды білмедім. Сосын бір сұрақ қойдым. Ал сіздің ұлыңыз ше дедім. Ол үнсіз қалды. Бірнеше секундтан кейін ол да келеді, сөйлеседі деді. Сол түн мен ұйықтай алмадым. Қайта бару керек бе? Әлде бұл жай сөз бе? Егер қайта барсам, бәрі қайталанбай ма? Ал бармасам, мен бәрінен айырыламын ба? Қазір мен шешім алдында тұрмын. Бір жағында өткен өмірім, бір жағында белгісіз болашақ. Мен не істерімді білмеймін. Мен ұзақ ойландым. Қайта бару, немесе бәрін артта қалдыру. Жүрегім бір нәрсе айтып тұрды. Ал ақылым мүлде басқа. Бірақ соңында мен бір шешімге келдім. Мен қайттым. Иә, сол үйге қайта бардым. Есіктің алдында тұрғанда жүрегім қатты соқты. Қолым дірілдеп тұрды. Қоңырауды бастым. Есікті енем ашты. Біз бір-бірімізге үнсіз қарап тұрдық. Бірнеше секунд. Сосын ол жай ғана кір деді. Дауысы баяу. Бұрынғыдай қатты емес. Мен ішке кірдім.
Бәрі сол қалпында, ештеңе өзгермеген сияқты. Бірақ ауа басқаша еді. Салқын, түсініксіз. Мен бөлмеге кірдім. Сол кезде күйеуім шықты. Біз көзбен ғана амандастық. Ол маған жақындап, келгенің дұрыс болды деді. Бірақ сол сөзде жылулық жоқ еді. Жай ғана сөз сияқты. Сол күні біз көп сөйлеспедік. Үшеуміз де бір үйде, бірақ үш бөлек адам сияқты болдық. Келесі күн мен әдеттегідей ерте тұрдым, ас дайындадым. Бәрі бұрынғыдай болсын деп тырыстым. Енем ас үйге кірді, маған қарап тұрды. Сосын рахмет деді. Мен таң қалдым. Бұл сөзді одан бірінші рет естуім. Бірақ ішімде бір күдік бар еді. Бұл шынайы ма, әлде уақытша ма? Күндер өте бастады. Сырт көзге бәрі жақсы сияқты көрінді. Ұрыс жоқ, айқай жоқ. Бірақ бір нәрсе жетіспейді. Жылулық, сенім. Күйеуім де өзгерген, бұрынғыдай емес. Ол менімен аз сөйлеседі. Көп жағдайда телефонда. Кейде тіпті көзіме де қарамайды. Мен сеземін. Біздің арамызда бір нәрсе сынып қалған. Бір күні бәрі қайтадан басталды. Кешкі ас кезінде енем бір сөз айтты. Бұрынғыдай болсаң жақсы болар еді деді. Мен тоқтап қалдым. Қалай дедім. Ол тыныш, сөз қайтармайтын деді. Сол сәтте менің ішімде бір нәрсе қайта жанды. Бірақ бұл жолы мен үндемедім. Мен жай ғана, мен өзгердім дедім. Сол түні күйеуіммен сөйлескім келді. Біз осылай қанша жүреміз дедім. Ол қалай деді. Бір-бірімізге бөтен адамдар сияқты дедім. Ол біраз үнсіз тұрды. Сосын уақыт керек деді. Мен басымды изедім. Бірақ ішімде бір сұрақ қалды. Бұл уақыт бізді жақындата ма, әлде алыстата ма? Келесі күні мен күтпеген нәрсе болды. Мен кездейсоқ бір нәрсені естіп қалдым. Енем телефонмен сөйлесіп отыр екен. Мен байқамай тыңдап қалдым. Ол біреуге қайта келді. Бірақ бұрынғыдай емес деді. Енді қалай болатынын көреміз деді. Сол сөздер менің күдігімді растап жіберді. Демек, бәрі шынайы емес. Бұл жай ғана уақытша тыныштық. Сол сәтте мен бір нәрсені анық түсіндім. Мен бұрынғы келін емеспін. Мен енді үндемейтін адам емеспін. Мен өзімді жоғалтқым келмейді. Қазір мен тағы да таңдау алдында тұрмын. Тағы да қалу немесе біржолата кету. Бірақ бұл жолы шешім мүлде басқа болады. Себебі мен өзгердім. Сіз болсаңыз, қайта барғаннан кейін осындай жағдай болса, не істер едіңіз?